Снимай же, я талантты және дарынды балдарға барлығы келіп тұр. Сондықтан 4 топқа бөліну керек, 5 ұстаздан 26 ұстаз болды. Бірақ ұстаздардың аз болуына байланысты енді әзірше 2 топ болып тұра бересіздер. 2 топ болып тұра бересіздер. Ал енді әр тұлға, сол тұлға бойынша кім спортшы, кім әнші, кім ғалым, кім ақын жазушылар екен өздері табу керек еді да, түсіндіңіздер ме? Ғалымдар мысалы ана жаққа отыру керек еді. Мен бұл жерде 20 мұғалім жетіспегендіктен осылай жасауға тура келіп тұрмыз. Орта қабілеттен сәл жоғары деңгейде орындай алатын, зияттың немесе қабілеттің жоғары деңгейі. Жүректе ізденіп, қабілетін аша алатын, көрінетін қасиет дейді. Мысалға, дарынды балаларды қалай тануға болады? Белгілі зерттеуші Лейтстің қабілетті балалар үш категориясын анықтап берген. Алдарыңызда тұр. Қазір сіздерге видео ролик көрсетеміз. Кез келген сөзді теріс қарай оқи алады. Сондай-ақ өзге де дарынды балалардың өзгеше қабілеті жайында айтылады. Бейнесюжетке назар аударыңыздар. Алғашқы концертін 4 жасында жазып, бүкіл Еуропаны кейін әлемді мойындатқан Моцарт сынды ерекше қабілетті балалар қазірде аз емес. Зерттеулерге сенсек, 1 миллион баланың ішінен бір талант иесі шығады екен. Бірақ көпшілік олардың бәрін бірдей байқай бермейді. Әлем жұртшылығы тек 50 миллионнан шыққан бір талантты ғана мойындайтыны анықталған. Ерекше қабілетті болса, баланың IQ деңгейі 160-тан асуы керек. Ал қалыпты ересек адам мұндай тесттен ең көп дегенде 120 балл жинауы мүмкін. Карина Уокли есімді ағылшын бүлдіршіні 2 жасында Microsoft компаниясының негізін қалаушы Билл Гейтспен тең интеллект дәрежесін көрсеткен. Ал 7 жасар Акриф Ясвал әлемдегі ең жас хирург. Ол ешқандай арнайы білімі болмаса да күрделі отаны сәтті жасап шыққан. Мұндай таланттарға қазақ жерде кем емес. Теміртаулық Розалананы айтуға болады. Бұл қыз 15 жасында информатика пәнінен электронды оқулық құрастырған. Одан кейін өзіміздің Жансая Әбдімәлікті де атап өтуге болады. Бұл қыз 8 жасында ересектер арасында әлем чемпионы атанып, 11 жасында 4 дүркін әлем чемпионы атанды. Сондай-ақ бала жамбылды айтуға болады. Сенің құныңды білмегендер, құлаққа сен жайлы ілмегендер, құзғындайын жатса да жүзге жетіп, адам болып мәңгі өмір сүрмегендер. Психофизиологиялық зерттеулер нәтижесінде ерекше қабілетке ие балалардың миының биохимиялық және электрлік белсенділігі жоғары екені анықталған. Олар кез келген ақпаратты терең қабылдап, оның себеп салдарын байланыстыра отырып қорытынды жасауға бейім. Ал қорытатын ақпараттың көлемі аз болса, ми ашығып, бала қиналады. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойының алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Не шырып мұтықап мұқылақынен, науыз беріп мұнмүйі мұтыланынен, лор аласыл білімнің мұрақ роқтың ұялып, қара дабмақ нанқылақынен. Есенғали Махамбетұлы 11 жаста, ол кез келген тілдегі сөзді дереу теріс айта алады. Баланың бұл қабілетін ата-анасы 8 жасында байқапты. Есенғалидің бауыры Иманғали бізге келіп, ол мені қытайша мазақтап жатыр дейді. Сөйтіп біз түсінбедік, жанымызға шақырып алып сұрасақ, жаңағы мындай айттым деп бір сөз айтады, сөйтсек ол сөзді терісінше айтып, бір-бірімен айнап жүр екен. Владимир Путин мектепте ең күшті өсуші баланың бірі болды. Оған немістер өте қиын осы. Бірақ осының барлығын жеңіп, қазір Ресей Федерациясының президенті. Және мына жерде бір айтып кететін қосымша бар ма? Мысалы, немістер оған өте ауыр болды да, Совет одағында білесіздер, неміс тілін оқытқан. Бірақ ол ақыры сол неміс тілін жақсы білгендіктен кейін ол білесіздер ГТР-де жаңағы ұлттық қауіпсіздік комитеті дейміз ғой, сол ГФР мемлекетінде ұлттық қауіпсіздік комитетінде жұмыс істеді. Именно сол неміс тілін сол білем деп алға талпынуы оны КГБ-ға жұмысқа тұрғызды. Тілді жақсы білгесін оны КГБ-ға алды. КГБ-да оның таланттылығын спортта мықтылығын өтті, оны әрі қарай жіберді Европаға. Ал 90-шы жылдар оны бері қарай білесіздер тілге тартқан. Ақыры ел президенті болды. Жамбыл Жабаев мектепте білім алмаған қазақ поэзиясына әйгілі туғысы. Немесе бәріміз білетін қазақтың Гомері немесе дала дүниені десек те. Наполеон Бонапарт дүниенің жолы болмашы адамның бірі.
барлық пәннен нашар біледі, тек математикадан жақсы біледі, бірақ Францияның императоры болды. Антон Чехов гимназияда 2-ші жылға 2 рет қалып қойған, бірақ бұл дәрігер және әйгілі жазушы болуға кедергі болған жоқ. Сергей Королев 3 деген бағамен оқыды. Оның басшылығында Восток және Восток алғашқы спутник және ғарыш кемелері жасалды Королев. Уинстон Черчилль сабақта сыныптағы барлық оқушылар нашар үлгерді. Математиканы мүлдем түсінбейді, бірақ Британияның саяси қайраткері болды. Бірақ енді Черчилльді айтатын болсақ, Черчилльдің атасында бар, бұл тарихта Мальборо әулетінен шығады. Черчилльдің расында да аталары мемлекет басында ақсүйек болған ертеректе, 18-17 ғасырлар. Онан болу ғажап емес. Александр Пушкин лицейде нашар үлгерген оқушылар тізімде болды. Аттестация қорытындысы бойынша диплом алу кезінде тізімі соңынан 2-ші орында тұрды. Алайда әлемдік әдебиетте танымал данышпан атанды. Борис Ельцин 7-ші сыныпқа дейін жақсы оқыды. Тәртібі нашар болғандықтан 7-ші сыныпта оны оқудан шығарды. Ресей Федерациясының тұңғыш президенті. Және сол сияқты Дмитрий Менделеев және Маяковский. Өзіңіз жұрттарыңыздан бір оқушыны алсаңыздар, миларыңызды да, алдарыңызды ачты қараңыздар, соған қараңыздар. Сөйтіп, мысалға аяған нұржан. Тәртіпті, мен тәртіпті емесін менус, үлгерім әртүрлі. Бір оқушыны алыңыздар да, миларыңызды. Көз алдарыңызға елестетіп, бір оқушыны көз алдарыңызға елестетіп, соған плюс, минус, бұл жай эксперимент қой, онда кез келген оқушыны ала алмайсыз ғой. Қасиет болу керек. Өзіңіз кімді дарынды деп білесіз? Өз сабағыңызда мәселе. Мен бір 11-ші сыныптың бір баласын жақсы көремін. Сынып болады. Сол бала бойынша плюс-минус. Әлемде жазайын ба несін? дарынды балалардың, талантты дарынды балалардың 90% өзгеше, ешқандай өзгешелігі болмаған бір қатты. Қарапайым қалды. Жазбай қойсаңыздар ғой, тұрсы 1 плюс, 2 минус, 3 плюс деп. Таза әділетті да, ұнайды, көз ұнайды, анаусын айды емес, әділетті. Дарынды бала деген кім, талантты бала деген кім, осыны бірінші ашып алайықшы. Дарынды бала деген кім ол? Жалпы ең бірінші. Қалай түсінесіздер? Дарынды деген дарын туа біткені бітей ма? Ол умный деген сөз. А талантты не? А талант ол, например, ол творческого адам. Талант өзін бір несі бар, билейді, өлең айтады. Қайсысы туа біткеннен? Талант туа біте ма? Дарынды туа біте ма? Қайсы туа біте? Талант. Адам приобретается. Со временем он сабақ оқиды, кітап оқиды, одан барлық не талант талант ол туа бітеді. Например, адам приобретается со временем. Мың баланың одарен, значит уже одарен от Бога. соңғы зерттеулер бойынша 1000 баланың 4-еуі дейді талант болып шығады. Соның 4-еуінің ішінде 1-еуін ғана үлгерсе ғана дамытады. Талантты дамыту керек пе, дамытудың қажеті жоқ? Дамыту керек. А дарынды? Дамытқан бала. Дарынды дамытқан бала. Талантты Атаң берілген дамымаған сол қалпында қалған. Талант бар, бірақ ол арнаға да кетпейді. Қабілет арқылы. Жақсы, жақсы. Мынау бүгінгі таңда әлемде барлық елдің еш нәрсемен қызықтыра алмаймыз. Сондықтан бүгінгі таңда мынау Сауд Арабиясы мен дамыған араб елдер және Жапония өзінің капиталын адам жасап отыр. Болашақта барлық сатылмайтын еш нәрсе болмайды. Адамның интеллекті ол мәңгі бақи, все может. Сол себепті бүгінгі таңда дарынды талантты балалар өте көп. Ол әртүрлі болады, спортта да болуы мүмкін. Бірақ біз оны дамыта білу, соны көре білу. Ең бірінші мектеп ол фундамент қой адамның басында. Фундамент бетасы. Міне әр баланың өзінің бір дарыны, таланты. Бірақ барлық бала бірдей болды. Барлық бала талантты, дарыны түсінікті болмайды. Әр баланың өзінің қабілеті болады бір нәрсе. Соны таба білу керек. Ол енді бір жерде бар, бір жерде жоқ. Ал енді спорт мысалға бір саламен терең кететін мектептер болады ғой, спорт саласын. Ол жерде де ол қате кеткен. Ол жерде дарынды балалар деп айтады ғой, мысалға экспериментті көрдік, мен өзім қатысым астанада. Сонда ол өтірік екен. Мысалы, дарынды балалар мектеп дейді ғой, жоқ ол жерде олай емес. Тек жаңағы сабақ жақсы оқып, бүйтіп түсіп кеткен болмаса, ол жерде де. Мысалы, спорт мектебінде әйтеуір халық қатарлы, ел қатарлы жүрген болмаса, ол жерде де. Сондықтан оларды именно мысалға спорт мектебін немесе дарынды мектеп бөлгенде сіздер бірден ойлағаныңыздар, онда бәрі дарынды екен.
Оның әр кетсе рас бұл жерде Алматы қаласында дарынды мектептерінде тек қана 12% ғана дәлелденген. А бізде мұнда дарынды балалар қалай? Мына отбор емес пе? Жоқ, спорт емес, мынау отборный немен аттестат арқылы. То есть табельде қарады оларды. Дұрыс па? Жоқ, мысалы жақсы сурет салған, жақсы не... Жоқ, оған сурет салғандар не біледі? Онда емес пе? Мысалы спорттан сондайлар жинап алған емес пе? Спорт, мысалға спорт дейсіз келісеміз. Но спортты 6-7 классында алады бала. Ол уақытта одан тренер талап етпейді күшті бір нәрсеге жетуге. Оны әрқай тренер дамытады. Мысалға спорт школаға 10 бала баратын болса, өзім басыммен, соның ішінде 3-і или 4-і ғана қалады. Ол жерде просто ол жерде керек конкретный стандарт бойы, салмағың нормальный, дені дұрыс болады. Сау, денсаулық сол. Ал әрі қарай ол жерде жаңағы болады. Іріктей бастайды. Бірақ аяғында қалады жаңағы дамытады деп. Талантын дамытады. Сол сияқты спорттан да осылай. Алдарыңызда соңғы тапсырма, алдарыңызда барлығыңызда қағаз тұр, тақырыптастырып тұр, фломастерде. Өздеріңіз ойларыңызды бұл жерде айттым, мен нәрсе үйреніп жатқан жоқпын. Түсінігім бір нәрсе түсініп кетсе болды деп ойлаймын. Және сізге қысқартып сенімді сәтін бір түсінбейін осы жерде. Сосын алдарыңызда қағаздардың бәрін толтырып берсеңіздер. Иә, сол бәрін толтырып берсеңіздер. Ол келе Mına жерге тағы былай бүйтіңіз, мына экран сияқты. Мына жерге тағы шетін. Иә, солай. Иә, осылай. Вот, пойдет. Ол жоқ, сонда компьютер керемет сияқты ғой өзі. Бірақ шойда. Ауызға береді. Қалақты бірінші қамалды сырда қамалды. Еден талантты баламыз тұрмақ талант. Жаңағы ерекше ойында қаннан дарыған ерекше қасиеттер ұқтық. Оның еңбек арқылы келеді, ол тұрмақ талантты ашу керек, ашпаса ол өліп қалуы мүмкін. Осы жаратылыстан ерекше, одан арманшыл, қиялы жүйрік, бойында жалын мен қайрат жалындап тойлап тұратын адамдар, бұл әрине талантты балалар болады. Оны біз Сіздің классыңыздан қанша оқушы кетіп қалды ана мектепке? Енді олардың бойында енді ол талантты балалар тумады. Математикаға дем болды. Сосын әрі өзінің спортқа, Нұржан Алдоңғаровтың сөзіне мен ол жақсы өшкеткені. Нұржан Алдоңғаров дарынды балаларды бар ғой, наоборот, әлмақұрмашына қосылады. Ана турецкий лицейге кетті оқушылары. Сайып бала кеткеннен кейін оның оқуға деген қызығушылығы қалды. Әр өзінің теңімен дейді ғой. Талантты балағада үлкен арман керек. Ойымды Мұхтар Шахановтың бір өлеңімен аяқтайын. Мәңгі лаулап жану үшін ғаламда, мәңгі бақыт табу үшін ғаламда, үлкен болып қалу үшін ғаламда, үлкен арман керек адамға. Осы дарынды болсын талантты балаларды үлкен арман ғана мәңгі жеткізеді. Жақсы, рахмет. Ол армандамаса, онда болмайды. Дерек болу керек әр ісіне. Сосын алдағы мақсат қоя білу керек, және сол мақсатқа ол жете білу керек.
сосын құзыретті болу керек, коммуникабельный дейді ғой орысша, сосын ұқыпты, қабілетті болу керек, сосын мынау тиянақты болу керек. Осы деп ойлаймын. Бүкіл әлемді басқара алатын бала болар, дарынды болса. Ол туралы көптеген видеолар да бар, толып жатыр, оның бәрін көрсету үшін уақыт өте тығыз. Арамызда жаңағы әлемдік тұлғаларды көрдіңіздер, ешқайсының сол өзінің балалық шағында оларға қатты мән бермеген, олардан шығады-ау деген. Путиннің, мен мысалы Путинге қатты қызғанда, және спорттан жақсы болған. Ол кезде білесіздер, Германия 2-ге бөлінген Совет одағы кезінде. Как раз ГДР-ға өзіміздің разведчиктер керек болып та, бұл соған дайын болып институт тұрген кезде. Мен бұны жібере қойдым. Сол жаққа. Ары қарай уже развал бұл, сөйтсек көтеріпті. Қарап отырсақ, менің түсінігім жаңағы көрсетіп жатыр ғой. Құлап қайттан тұру ол физика емес, ол батылдық қой. Сондықтан әрине алдымызда балалар көріп жүрміз әртүрлі балалар, бірақ осы балалардың ішінен ертең біреудің мықты президент шықсын демей-ақ қойды. Президент болмаса да бір саланың маманы шығатынына ғажап емес. Және оның бәрін болашақта сіздерге білейін. Енді өз сөзінде Сухомлинскийдің сөзінен аяқтағым келіп тұр. Әр баланың жан дүниесін көрінбейтін пернелер бар. Егер сол пернелерді шебер қолымен баса білсек, тамаша өлең шығады дейді. Сондықтан да барлығымызға осындай пернемізді дұрыс ашып, жақсы бір әуенді орындау бар. Қазақтың көне бір мақалы бар ғой, бәріміздің билегеніміз бір тердің пұшпағы деген. Сол сияқты барлығымызға сәттілік тілеймін. Алдарыңызда дарынды бала да бар, талантты бала да бар, және үлгерімі төмен бала да бар, тәртібі нашар бала да бар. Соның бәрін бір партада отырғызу 30 баланы. Олармен жұмыс жасау. Біз ұлы іс. Бүтін анау 40 жылда туған аталарымыздан қолына су барған кезде мұғалім бол дейді. Мен сонда түсінгенмін, неге олай айтқан. Себебі олар мұғалімнің көрмеген. Өзге келім болғым келеді дейді. Бақытты болғым келеді. Жоқ, мен саған дұрыс сұрақ түсінбедім дейді. Мамандығым дейді. Қайда сен жауап түсінген жоқсың дейді. Просто мен бақытты болғым келеді дейді. Енді бақытты болған адам бол, бір мамандықтың иесі бол. Бақытты адам бол, семьялы адам. Бақытты адам бол, денсаулығы бар адам. Енді бәріңіздің келгендеріңізге рахмет.